Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аяулым. Бүгін мен сіздерге осындай керемет болып шығатын жемісті салат, яғни фруктовый салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепті толық білу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізде мен қолданамын жүзім, мандарин, киви, алма, банан және де анар қолданатын боламын. Және де йогурт немесе қаймақ қолдансаңыздар болады. Мен йогурт қолданамын. Ең алдымен бананнан турап бастаймыз. Бәрін мен кубиктап тураймын. Сіздер өз қалауларыңызша турай берсеңіздер болады. Енді кезекте алмамызды да кубиктап турайтын боламыз. Енді кезекте кивиді тураймыз. Енді мандаринімізді турайтын боламыз. Мандаринді алдымен осылай бөліп алып, осыны бір 3 бөлікке бөліп аламын. 3-ке, 4-ке. Не дәл осылай бөле бересіздер. Енді кезек жүзімге келді. Жүзімді осылай 2-ге бөліп қосатын боламын. Ортасын бөліп, сүйектерінен алып, осылай қосатын боламыз. Мен тағы біреуін көрсетейін. Ортасынан бөліп, енді бұны қатты майдалаудан керегі жоқ деп ойлаймын. Сүйектерін осылай ажыратып салатын боламыз. Енді біз осыған йогуртымызды қосамыз. Йогуртты көп, аз етсеңіздер де болады. Мен осылай орташа етіп қостым. Енді араластырамыз. Достар, міндетті түрде жасаңыздар. Өте дәмді, әрі дәруменге бай салаттардың бірі. Енді мен бет нәрсемдеу үшін осы анарларды қолданамын. Мінекей, біздің жемісті салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі пайдалы салаттардың бірі.